Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жатқан маклюбе тамағын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керек заттар ет, картоп, сәбіз, жуа және баялды керек болады. Ең алдымен етімізді алып, сіздерге қалай ұнайды, солайынан ұсақтап турап алсаңыздар болады. Біреуге үлкен болған ұнайды, біреуге кішкентай болған ұнайды. Қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар болады. Одан кейін баялдымызды, картопымызды, сәбіз жуамызды барлығын осындай видеодағыдай дөңгелек етіп турайтын боламыз. Барлығын жақсылап турап алғаннан кейін етімізді алып қызып тұрған майда жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін етіміздің өзінің суы шығады. Суы шықпаса кішкене су қисаңыздар болады. Тұзын салып жақсылап 1-1,5 сағат бұқтырасыздар. Одан кейін қызып тұрған майға етіміз пісеміз дегенше баклажанымызды, сәбізімізді, картопымызды барлығын жақсылап қуырып, майын сорғытып, құрғақ қағаздың үстіне салып аласыздар. Барлығы видеода көрсетілгендей баялдымызды, сәбіз, картопымызды осылайынан екі бетінен айналдырып отырып қуырып аламыз. Керек заттардың барлығын описаниеге қалдырып кетемін. Мен бұл жерде 3-4 адамға арнап жасадым. Егер сіздердің семьяларыңыз көптеу болса, қоспаларды көбейтсеңіздер болады. Барлығын жақсылап қуырып болғаннан кейін күрішімізді алып, жақсылап жуып, осындай ыдысымызға салып, үстіне тұзымыз бен шемішкі майымызды құйып, 4-5 минут жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз піскеннен кейін осындай кастрөлімізді алып, ішіне шемішкі майымызды құйып, бірінші жуамызды, одан кейін етімізді салатын боламыз. Барлығын кезекпе-кезек саламыз. Етімізді салып болғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз да, оның үстіне тұз себелейміз. Одан кейін картопымызды, қайттан тұзымызды сеуіп, тағы да баялдымызды салатын боламыз. Арасына тұз сеуіп отыруды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге қандай да бір дәмдеуіштер ұнаса, оны да салсаңыздар болады. Мен тек қана тұз салдым. Барлығын жақсылап салып болғаннан кейін күрішімізді салатын боламыз. Күрішімізді салғаннан кейін осындай лопаткамыздың көмегімен жақсылап бетін нығыздап басатын боламыз. Өйткені қазір аударған кезде шашырап кетпес үшін. Одан кейін үстіне суымызды құямыз. Біздің суымыз күріштен кішкене ғана асып тұру керек. Одан кейін газге астын қатты қойып, күрішіміз бұрқылдағаннан кейін барып астын басып қойып 20-30 минуттай пісіріп аламыз күріші піскенше. Күрішіміз пісеміз дегенше салатымызды жасаймыз. Бұл жерде менде огурцы, помидор және горох болады. Осылайынан барлығын ұсақтап турап алып, бір ыдысқа салып, горохымды саламын да, тек қана тұзымды салып, барлығын жақсылап араластырып дайындап қоямын. Мінекей достар, біздің тамағымыз дайын болды. Осылайынан ыдысты үстіне қойдым да, одан кейін қайныныме айттым, аударып берші деп, өйткені шамалы ауырлау болды. Мінекей осылайынан көтеріп ашамыз. Қараңыздар, қандай күшті болып пісті. Енді жанына салатымызды, айранымызды жақсылап әдемілеп салып шығатын боламыз. Менің рецептім сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер менің рецептім ұнаса, маған лайк, комментарий басып, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да күшті рецепттер салуға тырысамын. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған Гүлзада.